Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл әрі дәмді қытырлап тұратын таңғы асты дайындаймыз. Сытный, быстрый бутерброд. Ол үшін бізге мынандай ингредиенттер қажет: майонез, кетчуп, сыр твердый, колбаса, помидор, және де менде мұнда жуа, көк жуа, зелень, және де укроп, және де батон қажет. Батонды тураймыз. Ал кеттік іске сәт, қыздар. Бірінші колбасаны видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Мұнда белгілі бір заңдылық жоқ, тек ұсақтап турасаңыздар болады. Видеода қалай көрсетілген, дәл солай турай берсеңіздер жарайды. Турап болған колбасаны арнайы мискіге саламыз. Одан кейін, қыздар, помидорды дәл жаңа колбасаны қалай турадық, дәл солайынан турап шығамыз. Мұнда да белгілі бір ешқандай заңдылық жоқ. Бұны да ыдысқа саламыз. Одан кейін сырымызды турап шығамыз. Турасаңыздар да болады, немесе теркіден өткізсеңіздер болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Егер теркіден өткізсеңіздер, онда үлкен жағымен өткізгеніңіз тиімдірек. Оның үстіне біз зелендерімізді саламыз. Зелендерімізді салып болғасын, дәміне қарай, көз мөлшеріне қарай тұзымызды салсақ болады. Одан кейін үстіне майонезді саламыз. Майонезді салып болғаннан кейін бір келкі болғанша араластырсақ болады. Мұнда да майонезді өзіңіздің ұнатуыңыз бойынша салсаңыз болады. Бұнда да ешқандай заңдылық жоқ. Одан кейін, қыздар, батонымызды алып, үстіне кетчупты жағып шығамыз. Кетчупты да өзіңіздің дәміңізге қарай, вкусыңызға қарай жақсаңыз болады. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп, үстіне дайын болған салмамызды жағып шығамыз. Бұл енді, қыздар, өте дәмді әрі сытный болып шығатын бутерброд, таңғы ас болып шығады. Сондықтан қорықпай, смело жасай берсеңіздер болады. Мини пицца десек те болады. Өте дәмді болады. Одан кейін бұның бәріміз противенге орналастырып шығып, 180 градусқа 5-10 минутқа қоямыз. Дайын болғаннан кейін, ыссы күйінде тарелкамызге орналастырып, таңғы асымызды ұсынсақ болады. Мінекей осымен, қыздар, біздің бутербродымыз дайын. Бәріңізге ас болсын.